Бүгінгі менің қонағым термеші Болат Армат. Термеге қызығатындар көп пе? Термеге жастар көп қызығады деп айта алмаймын. Себебі қазіргі жастар басқа салада, поп саласында көбіне өлеңдер тыңдай береді. Терме өнерімен табыс табуға бола ма? Сұраныстар бар ма? Термемен сұраныстар болады. Әсіресе жаңағы той домалақ, қазақтың той домалағынан табуға болады. Мына өзіміздің биташар. Мысалы вайнерлер, эстрадаға әншілер, шоумендер осы Инстаграмға немесе ютубқа, сондай әлеуметтік желілерге өздерінің ән айтып, бәнес істегендерін салып атады. Ал неге осындай қазақтың өнерлері соны пайдаланып, солай салмайды? Вайнерлер жаңағы өздерін еркін сезінеді, олар қазіргі заманның талабы болғандықтан не салғысы келсе соны салады. Жаңағы дәстүрлі әндегі адамдар жаңағы салмақ толып келгендіктен ондай нәрселерді көп сала бермейтін шығар деп ойлаймын өзім. Елімізге танылып жүрген термешілердің телефонында кімнің контактісі бар? Өзімнің ұстазым Бейбіт ағам контактісі бар. Дәл қазір осы ұстазыңа звондап, банағы сұрақты қоя аласың ба? Звондай алам, телефон алады шығар қазір. Айналайын жүрекжан, айналысың қолыңнан, жұлдызың көзің соңыңнан, ақ бол кезең алғаның, бойында бір мың жоғынан, гәккілеп салған әсемән, еріп жүрсің соңыңнан, ақ деудің жолында, самал соқсын алдыңнан, ал отырыс болмасын, құдаларға барайын, барып бедел салайын, батсайында жеңгені, он қолтықтан алайын, беріне шапан жабайын, жол істеп қалайық, өзге қызық тамашаңа болады жатар соңыңнан. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Мансур, балалай YouTube жобасына қош келдіңіздер. Бүгінгі менің қонағым термеші Болат Армат. Қош келдің, Армат. Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Болат Армат. Шақырғандарыңызға көп рахмет. Осы балалай YouTube каналына жазылып, тіркеліп, комментарияларыңызды жазып кетсеңіздер болады. Жалпы өзің туралы қысқаша айтып өтсең, қай жылғысың, жасың нешеде, қай мектептенсің? Менің есімім Болат Армат Мергенұлы, 2004 жылы Серебрякова кентінде дүниеге келгем. Өзім 40-шы жалпы орта білім мектебін бітіргем. Қазіргі уақытта Құрманғазы атындағы саз колледжінің 1-ші курсы режиссура бағытында оқып жатырмын. Термешілік өнерге қалай келдің? Термешілік өнерге қалай келгенде, мен кішкентай кезімнен бері домбыраға қатты құмар болатынмын. Сөйтіп, өзімнің әкем соны байқап, жаңағы осы домбыраға берейік деген ниетпен Бейбіт Қажығалиев есімді осы оралдық термешіге мені берген болатын. Содан бастап мен термеге қызығып, түрлі байқауларға қатысып келе жатырмын. Қандай конкурстарға қатыстың, қандай жүлделер алдың? Мен осы жарыстарға қатыстым. Көбіне ең бірінші жарысым ол менің 2-ші сыныпта болатын. Ол Астана қаласында 2015 жылы Ақ көгершін атты байқауға қатысқан болатынмын. Ол жарыстан мен 2-ші орын алған болатынмын. Содан бері жеті өнер және Мұхит Мерәлінің жарыстарына қатысып, Балдәуренге қатысып, Гран-при және де 1-ші орын Алматы қаласына жолдама алып, сөйтіп осы терме саласында жүрмін. Болашақ мақсатың не? Қазір неге режиссерлік оқуда оқып жатырсың? Термені қоятын ойың бар ма? Менің термені қоятын ойым жоқ. Режиссура және актер шеберлігінде оқып жатырған себебім алдағы өміріме де қажет болады. Осы бағытта кететін себебім негізі өзім өнер адамы, өнер жолында жүргендіктен өнерден асып ешқайда бармай-ақ қояйын деп осы режиссура және актер бөліміне келіп өзімнің бағытымды алдым десем де болады. Бірақ та мен домбырамды қоймаймын ешқашанда. Бұл менің өзім үшін, өмірім үшін, өнер үшін керек болады деген ниеттемін. Өнерде үлгі тұтатын адамың бар ма? Өнерде үлгі тұтатын ағаларым бар. Ол менің ұстазым Бейбіт Қажығалиев. Сол кісіге қарап өсіп келе жатырмын. Сол кісінің дауысына тәнтімін. Терменің қазіргі жастардың алатын орны қандай? Термеге қызығатындар көп пе? Термеге жастар көп қызығады деп айта алмаймын.
себебі қазіргі жастар басқа салада, поп саласында көбіне өлеңдер тыңдайды. Қазіргі заманның сұранысы сол деп ойлаймын. Бірақ та термеге қызығу керек. Не себепті? Ол өйткені біздің ата бабамыздың қалдырып кеткен осындай бір керемет сарын әуенімен осылай термемізді жалғастыру керекпіз деп ойлаймын. Себебі бұл міндетіміз. Ата бабамыз қалдырғаннан кейін біз оны ары қарай аманатын жалғастырып термеге қызығушылықпен жүру керекпіз. Бірақ басқа өлеңдерді тыңдамаңды деп айтпаймын. Басқа өлеңді де тыңдау керек. Бірақ та термені де ұмытпауымыз керек деп ойлаймын. Терме өнерімен табыс табуға бола ма? Сұраныстар бар ма? Термемен сұраныстар болады. Әсіресе жаңағы той домалақ, қазақтың той домалағынан табуға болады. Өзіміздің биташар, жаңағы өзіміздің туыстарымыздың туған күніне немесе жаңағы тойына барып отырған кезде жаңағы өзіміздің термемізді немесе халық әндерін айтып жаңағы аз-маз тауып жатамыз. Бірақ та енді былай сұраныс көп деп айта алмаймын, себебі кішкентай болғаннан кейін ерте деп ойлаймын. Бос уақытында немен айналысасың? Бос уақытында жаңағы өзім үлгі тұтатын жаңағы ағаларымның интервьюларын қараймын интернеттен, интернет желісінен. Кітап оқимын, көптеген өзіміздің Абай, Ыбырай, Шәкәрім секілді тұлғаларымыздың кітабын оқып, көп уақытымды сол ізденіске арнаймын. Тағы қандай өнерің бар? Тағы термеден бөлек, домбырадан бөлек өзім ән салам, вокалдық жағынан да мәнерлеп оқимын, аз-маз өлең шығаратын бар, ақындығым бар, жаңағы сценарийлер жазып жатамын. Жалпы өнер саласындағы көп сондай. Әлеуметтік желіде неге белсенді емессің? Интернеттен сен жайлы ештеңе таппадың. Әлеуметтік желіден неге белсенділік танытпайсың деген, оның мен себебін өзім де білмеймін. Жалпы интернетте отырамын, интернет жүйесінде, инстаграмда отырғанмен, бірақ өзімнің фотоларымды, жаңағы ән салған видеоларымды көп сала бермейді екенмін. Не себепті екенін өзім де біле бермеймін. Мысалы, вайнерлер, эстрадаға әншілер, шоумендер осы инстаграмға немесе ютубқа, сондай әлеуметтік желілерге өздерінің ән айтып, бұны істегендерін салып атады. Ал неге осындай қазақтың өнерлері соны пайдаланып, солай салмайды? Оның себебі неде екенін мен қатты біле бермеймін. Дәстүрлі ән болғандықтан олар өздері қазақи жаңағы бір өздерін жақсы ұстайтын шығар. Вайнерлер жаңағы өздерін еркін сезінеді, олар қазіргі заманның талабы болғандықтан өздерін еркін сезінеді, не салғысы келсе соны салады. Жаңағы дәстүрлі әндегі адамдар жаңағы салмақ толып келгендіктен ондай нәрселерді көп сала бермейтін шығар деп ойлаймын өзім. Елімізге танылып жүрген термешілерден кіммен араласасың? Телефоныңда кімнің контактысы бар? Телефонымда ешкімнің контактысы жоқ. Жаңағы өзімнің ұстазым Бейбіт ағам контактысы бар. Жалпы кішкентай кезімнен ол кісілерді көрген болатынмын. Жаңағы Қатимолла ағамды, жаңағы Қайрат Какимов дейтін ағаларымды көрген болатынмын, бірнеше термешілерді. Бірақ ол кезде кішкентай болғандықтан ба номерлерін сұрап жаңағы араласып деген сияқты болған емес. Дәл қазір осы ұстазыңа звондап, банағы сұрақты қоя аласың ба? Звондай алам, телефон алатын шығар қазір. Қазір ағайдың телефоны өшірулі екен, басқа кісіге звондап көрейін. Термеші досым бар? Қыз. Telefonum кейде байланыстан тыс бір жерде, жаным соқысындай сенде, оралсаңшы туған елге. Жақсы, рахмет. Бірақ телефонды ешкім алған жоқ.
Енді саған бір өтінішім, менің оқырмандарыма бір ән орындап бере аласың. Әрине. Орындайтын әнім Жегеннің термесі. Қардай сыланған сұлу жүрек ар мекен құлап түскен қошыман болан шашын қиыққа бойында сірә бар мекен ас көзінің қиылып бұлай мойның иіліп ақпан жайын ақша бел жеке салмас қалай өр ақсаған күзілген ісін беріп тізілген кейнеледім қар мекен атарымды қон тозып алпай жүріп жол кезіп мен тұрған алыстан өлегендей мырзаның айналайын оңынан жұлдызың тусын соңынан аққол кезең алғаның бойында бір мың жоғынан гәккулеп салған әсемән жеріп жүрсің соңынан ақ деудің жолында самал соқсын алдынан ал отырыс болмасын құдаларға барайын барып бедет салайын батсайындай жеңгені он қолтықтан алайын беріне шапан жабайын жол іздеп қалайық өзге қызық тамашаңай болады жатар соңыңнан Армат, өзіммен кездесіп сұхбаттасқаныма қуаныштымын. Әрқашан биіктерден көріне бер. Жолың болсын. Барлықтарыңызға рахмет. Мансұр бауырымның YouTube каналына тіркеліп, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер.